Жұмақтың кілтін жат елден іздеген жамағат. Қанды сирияға аттанған қазақстандықтарда алда не күтіп тұрды? Шешен жамағатының адамдары бізді күтіп алды. Екі адам автоматпен, машинамен күтіп алды да, және ауылдың шетіндегі өздерінің жамағатын алып барды бізді. Қолына қару алып, жихад жасамақ болғандар кімдер? Шам елінде шын мәнінде не болып жатыр? Өзгенің жанын қияп, өз басын өлімге тігу арқылы жәннатқа кірмек болғандардың ұстанымы неге өзгерді? Сирияда мен нақты айта аламын, жихад жоқ деп. Жихадтың шарттары болады. Ол шарттардың біреуіне сәйкес келмейді. Кіндік қаны қасиетті Түркістанда тамған Бақытжан Қарасариев 2008 жылы ислам дінін қабылдап, 5 уақыт намазға жығылады. Құран сырларына, діни әдебиеттерге терең үңілген сайын айналаға, өмірге деген көзқарасы түбегейлі өзгереді. Алайда, жас жігіт араға уақыт салып, ақиқатта әлем ғалымдары мойындаған кітаптардан емес, өз бетінше интернеттен іздеуге кіріседі. Аудио диск арқылы, видеоролик арқылы, Дарын Олаттың, Ибрагим Тайыржанның уағыздарын тыңдап, бұрынғы мнением өзгере бастады. Неге деген, бұрынғы мәзһабқа деген. Кенеттен мынандай болды, видеоролик арқылы сайт Бурятский деген соның видеороликтер шығып жатты. Обращение к мұсылманам деген орысша уағыз шығып жатты. Мұсылман бауырларға көмектесуге, мұсылман бауырлық қиналып жатқан екеніне түсіндірді. Ағза иммунитеті жоғары болған сайын сан түрлі дерттен аулақ болады. Адамның жан дүниесі де дәл солай. Дүниетанымы төмен болған сайын сырттан туындайтын зиян артады. Оның зардабы асқынған жағдайда өзіне, айналаға қауіп төндіруі мүмкін. Рухани қорғанысты күшейтудің бір ғана жолы ілім. Бірінші адамның сенімін ашып, жихад туралы айтады аят, мысалы. Немесе ақырет туралы айтады. Ақыретте сен әрбір қадамыңа есеп бересің. Сен қалайша қарап отырасың? Өзге мұсылмандардың қан төгіліп жатқан уақытта сен мына жақта қалайша тойып отырасың дегендей мысалдарды айтаттан кейін бір-екі хадистарды келтіреді. Бірақ ол хадистің бұл оқиғаға қатысы жоқ. Осылай болады десем, сізге бір аятты оқып, сіз арабша білмейсіз. Оның бұған қатысты жазған ғалымдардың еңбегімен таныс емессіз. Сондықтан шынымен осы нәрсе екен ғой деп кете бастайды. Бақытжанның басындағы жағдай ана жүрегіне қатты батты. Бір кездері тағдыр жазуымен мүгедек арбаға таңылған кейуана үшін бұл ауыр соққы болды. Онсыз да жаны жаралы ана, мәпелеп өсірген перзенті көз алдында өзгеріп сала бергенде қатты қиналды. Сақал қойды, бала қысқаратын болды. Сақалына қарсы болдым, мен бүкіл туысқаным қарсы. Сақалыңды алшы, айналайын, намазыңды оқысаң оқ, сақалыңды ашып, сақал намады ғой. Анасы үйдің үлкеніне көп үміт артты. Қатардан қалдырмады, оқуға түсірді, үйлендірді. Бірақ Бақытжан артындағы ісіне, қарындасына үлгі болудың орнына өз бетінше кетті. Мұхтар Әуезов атындағы университетке түсірдік, ақылы бөліміне. Мемлекеттік және директі басқару мамандығы бойынша. Бітіретін жылы тастап кетті, диплом алмай. Діңгегі дұрыс бекмей жатып, бағыты беймәлім ағымның жетегіне ілескен Бақытжан о баста ұстанған Әбу Ханифа жолынан айнып, көп ұзамай көзқарасы қайта өзгеріп шыға келеді. Мен өзімнің ілімім жоқ, әшейін бұлай уағыз тыңдап бүйтіп жүрген адам, ненің ақ, ненің қара екенін білмедім. Менде мынандай пікір пайда бола бастады. Мұсылман адам, намаз оқымайтын адам мұсылман емес. Бұлайша айтқанда такфиризм ақидасы менде пайда бола бастады. Такфир мұсылмандардың арасына іріткі салып, олардың бірлік ынтымағын кетіреді, үлкен дау жанжал шығарады, мемлекеттің саяси экономикалық бағдарламасының нығаюына бөгет салады, әр қандай террорлық актіге дайын тұрады, халықтың дінге болған ықыласын сөндіреді және тағы басқа зияндарды келтіреді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының пәтуасынан. Такфир деген бұл әдейі бір кісілердің ойдан шығарған бір жобасы. Такфир деген бір адамды кәпірге шығару. Оны кәпірге шығару арқылы олар өз мүддесіне жетеді. Мысал үшін,
такбір қылып бір адамды кәпірге шығарып, оны өлтіруге болады, оның дүниесін тартып алуға болады, оны оған кез келген жамандық жасауға болады деп өздеріне рұқсат алып алады. Сирия. Күннен күнге күрделенген шиеленіс, қанды қырғын, күл талқаны шыққан Шам елі. Әлемді алаңдатқан Даиш тобының шектен шыққан әрекетіне тосқауыл қою мүмкін болмай отыр. Ислам атын жамылған ұйым таяу шығыстың тынышын алып қана қоймай, жалған жихад жариялау арқылы қатарларын көбейтіп біледі. Ирак пен Шам елін ойран еткендердің құрығына қазақстандықтар да ілікті. Видеороликті мен көрген кезінде ол жерде былай түсіндір. Башар Асад Алауи шиит ақидасында сунниттерді қырып жатыр, жойып жатыр деген сонда. Кейін мен осы бауырларым бар еді, қасымда өзім жолдастарым. Соларға айттым, өзім идеямды айттым. Біреу Камбил Нұрбол, біреу Мырзахмет Нұрлан. Алайда оның серіктері бірден келісімдерін бермейді, ойлануға уақыт беруін сұрайды. Бірақ Бақытжан оларға Шам елінде мұсылмандардың азапталып жатқанын және оларға көмек беру керектігін айтудан жалықпайды. Олар ойланып жүргенде Бақытжан қаражат қарастырып, қарызға кіреді. Такфирский идеологияда мынандай пікір бар. Мысалы, лишь бы сен джихадқа қандай жолмен болса да көмектесуің керек. Біреуді өтірік алдасаң да, или біреудің қанын төгіп алып кетсең ақшасын сондай. Менде сондай идея болды. Сөйттім де мен ол бауырды барып алдап алып кеттім мен. Ол маған егер ондай білгенде маған бермейтін еді ол. Мен барып үйге керек болып отыр, осындай жағдайымды түсіндіріп алдап алып кеттім. Санасы уланып, бойын қатыгездік билеген жігіт бәріне дайын тұрады. Жихад үшін кез келген қадамға, тіпті шектен шыққан әрекетке баруға болады деген әлгі виртуалды ұстаздарының әмірімен жүрді. Қазақ айтады ғой, ақыл топыраққа негізсең сол шығады. Бірінші сізге ол әдемі бейнеде көрініп, ғаламтор арқылы болсын. Кейін ол кісінің айтқанын екі етпейтін не етіп өзіне байлап алады. Оның айтқаны дұрыс, ағы ақ, қарасы қара болып көрінеді сізге. Сіз одан кейін сонау қиналып, өсірген ата-ананың, ағайын туыстың айтқанын керек етпейсіз. Сіз солай етіп баурап алады. Теледидарда тыңдамаңыздар дейді әнді. Мен жаңалықтың тыңдаңыз, музыка тыңдамаңыздар дейді. Музыканың барып дауысын жай қойып қояды. Біз тыңдасақ. Мен, балам-ау, енді біз енді ол бір дам ішінде отырып, теледидар көріп, музыка тыңдап, бір көңіліміз көтермесек, алдан шықпасақ, не істейміз онда деп ұстану нендей болды. Ислам негіздерінен бейхабар Бақытжан ақырында мәпелеп өсірген анасын, өмірлік жарын, екі бірдей баласын тастап, ажал аймағына аттануға асығады. Адам өзінің ұлтын, ата-бабасының салт дәстүрін білмей, адам адаса береді екен. Тарихыңды білмесең, сен өзі соқыр ереді екенсің басқа адамға. Бақытжан ақша берген адамды ғана емес, өз анасында алдап кетті. Ешкімге тіс жармаған жігіт Сирияға емес, Оралға жұмыссыз деп барамын деп өтірік айтып кетеді. Кететін күн азанда сумкасын астына алған, артына мама деп артына қарап күлді. Мама ойымдамаңыз, мен кешікпей келем ғой деді. Бақытжан ақыры екі жігіттің келісімін алып, Сирияға бірге баруға келіседі. Алдын ала жоспар құрғандар 2013 жылы Мәскеу арқылы Мысырға аттанады. Себебі олар Сирияға бармас бұрын Нұрланның інісі Бауыржан Мырзахметовке барып, білімдерін жетілдіруді көздейді. Алайда, онда әлгі азаматты табу мүмкін болмайды. Осыдан кейін Египеттегі өзге таныстарының көмегімен Александрияға аттанады. Жергілікті жамағатқа қосылып, дәріс алмақ болады. Бірақ әлгілермен ұстанымдары сай болмағандықтан, көп ұзамай өз беттерінше Стамбулға аттанып кетеді. Алда оларда Сирия күтіп тұрды. Олармен алдын ала хабарласып отырған сапар серіктері, жігіттерді Хатай қаласының маңынан шекара асырады. Ақшетінен бізді өз жәндегі Мырзахмет Бауыржан барып қосылған сол шешен жамағатының адамдары бізді күтіп алды. Екі адам автоматпен, машинамен күтіп алды да, жәндегі ауылдың шетіндегі өздерінің жамағатына алып барды бізді. Ол жерде біз именно ол жамағатқа түсуіміздің себебі, ол жерде Мырзахмет Нұрланның інісі Бауыржан сол шешен жамағатымен бірге барып, сол жамағатқа қосылған. Сол себепті біз сол жамағатқа бардық. Өйткені одан басқа бізде не жоқ еді, уақытта байланыс жоқ еді. Ирак пен Шам елінде халифат құруды көздеген содырлар әміршісі Абу Бакр әл-Бағдадидің әрекеті шариғатқа мүлде сай келмейді. Ол құрған Даиш ұйымының мақсаты мұсылмандарды қорғау емес, барып тұрған қорлау. Ондай бүлікшіл топтардың пайда болатыны туралы ислам тарихында ертеден белгілі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қара ту көтергендер пайда болады. Оларға пайда болған кезде өздеріңді төмен ұстаңдар. Және аяқ қолдарыңды қимылдатпаңдар деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар.
оларға ерушілер сауаты жоқ, әлсіз адамдар болады деген. Және олар өздері хақиқатты сөйлеумен, өздері сол хақиқатпен жүрмейтін болады. Олар сонда жүрегі қатты темірдей болады. Ешкімді аямайды деген хадистерінде сондай пайда болатын жамағат, топ жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жеткізген. Әлемнің көптеген елдері және Қазақстан Даиш қызметіне заңды түрде тыйым салғаны белгілі. Астана қаласы Есіл аудандық соты 2015 жылдың 15 қазанында бұл топта лаңкестік ұйым деп таныды. Білесіздер, бұл ұйым тек қана біздің елімізде ғана емес, бүгін күнге дейін Ресейде, Сауд Арабиясы корольдігінде, Біріккен Араб Әмірліктерінде, тағы әлемнің көптеген елдерінде тыйым салынып отыр. Осы топтың іс-әрекеті негізінен исламдық бағытта емес, бұлар өздерінің экстремистік, радикалдық ұстанымдарын алға ұстай отырып, билікке ұмыту мәселесі. Алайда, дінді, жихад ұғымын дұрыс түсінбеудің салдарынан көптеген жерлестеріміз Сирияға аттанып, әлгі ұйымның қатарын толықтырды. Дін істері комитетінің мәліметінше, онда 400-ге жуық қазақстандық барған. Көбі қанды қырғынның құрбанына айналды. Енді бірінің тағдыры белгісіз. Қоштасу қажылығында Алланың елшісі мынау көк ағашты, қарияны, әйел кісіні, балаларды сияқты өлтіруге тыйым салған. Ал енді біз осы тыйымдардың сол Сирияда болып жатқан шайқастан біреуінде көре аламыз да, сол жасалып жатыр ма? Алланың елшісі Меккеге кіргенде де кім есігін жауып алса, бейбіт қалады дейді. Ал бұл жерде сіз есігіңізді жауып атсаңыз бейбіт қалып жатқан бір жағдай бар ма? Жоқ. Тек қазақшылап айтқанда қойша мауыздап жатыр барлығын. Қазақстаннан барған 3 азаматтың көздегені де қолға қару алып, Башар Асад әскеріне қарсы соғысу еді. Жаһандық желідегі жалған ұранға ергендер осы жолда опат болсақ, жұмақ түрі біздікі деп ойлады. Алайда, қазақстандықтар онда барысымен күтпеген жағдайға тап болады. Жан-жақтан жиналған жамағат жихад жолында емес, өзара өз ұстанымдарын дәлелдеп қырғысып жатқан. Бізге ашығын айтты, осындай фитна болып отыр. Ол қандай фитна? Біз енді ояқты дұрыс деп барғанбыз. Барды, ол қандай фитна? Ол айтады, мына бөлінген дейді адамдар. Мысалы, Жейхұшыр, Ахрар Шам, Джафхат Нусра, тағы Аль-Каиданың бір нәрселерін айтты, ұмыт қалдым. Өздері бар тағы, сол бәрі бөлініп алған. Неғып бірікпесін десек, ананкі дұрыс емес, ананкі бір нәрсе, анау кәфір, анау бір нәрсе, Аллахтың үкімімен үкім етпейді, сондай нәрселер айтып отыр. Біз түсінбей қалдық, қалай ол. Ислам қатыгездікке, қантөгіске қарсы. Шариғатқа сай мұсылманға қару көтермек түгілі, жануарды қинауға болмайды. Бірақ әлемнің әр түкпірінен Сирияға асыққан жамағат өкілдері бұл құндылықтарға құлақ аспай, керісінше жанған отқа май құя түсті. Пайғамбар алейхиссалату вассалам тағы бір хадисінде айтады. Мұсылманға қару көтерсе, өлгені де, өлтіргені де тозаққа барады дейді. Сонда пайғамбардың жанында тұрған сахабалар сұрады. Уа Расулалла, мына өлтірген адамның тозаққа түссе, ол түсінікті дейді. Өліп қалған не үшін түседі дейді. Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан, егер өлтірген адам оны өлтіріп қоймаса, ол бұны өлтіріп қоятын еді дейді. Өйткені ниетінде өлтіру болды дейді. Дүниені дүр сілкіндірген Даиш ұйымының әрекеті барып тұрған жауыздық. Исламға еш қатысы жоқ. Бұл туралы әлем мұсылмандарының ғұламалары қол қойған бәдуада да айтылды. Әлемдегі 120-дан астам дінбасылары ондағы жағдай халифат шартына мүлдем сай келмейтінін және олар ислам тарихында болған шынайы халифатқа қара жағып жатқанын мәлімдеді. Ислам тарихын тереңірек қарайтын болсақ, ешқандай да жерлерде күшпен, қарулы қақтығыспен адамдарды дінге зорлап кіргізу жоқ, және де билікті күшпен төңкеріп тастауға рұқсат жоқ. Қаны төгілген бейкүнә бейбіт тұрғындар, кіндік қаны тамған елін тастап, бас сауғалаған мыңдаған босқын, жазықсыз өлтірілген балалар. Бұның бәрі дінді жамылған қарулы жасақтың қақтығысынан туындаған қасірет. Біріккен ұлттар ұйымының Ирак пен Шам еліндегі ұйымды адамзат тарихындағы ең қатерлі топтардың қатарына жатқызуы осыдан. Бүгін күнге дейін осы Даиш тобы 1000-ға жуық әлі жасөспірім азаматтарды өлім жазасына тартыпты. Адамның ақылына келмеген жыныстық жихад деген өле тапты.
Ал исламдағы ең басты құндылық бұл адамның ары. Сан түрлі жолмен Сирияға барған Бақытжан Қарасариев шекарадағы елді мекенде әскери дайындықтан өтіп, артынан ұрысқа кірісу керек. Қолына қару алып, кез келгенді жайратып салуға әзір тұрды. Ол жерде бізге қару бермеді. Қаруды сол Абу Банат айтты, сатып аласыңдар деді. Керек па, сатып аласыңдар деді. $1,000-1,500 сатып аласыңдар. Ақшаларың болса, мен өзім сататын жерге апарамын, сол жерден сатып аласыңдар қалаған қаруларың деді. Ойым болды қару ұстасам ба деген, бірақ ол жерде бізге қару берген жоқ. Бізде ақша болған жоқ онда. Бақытжан Қарасариев алда қасиетті соғыс күтіп тұр деп ойлады. Қолына қару алған күні қақтығыс аймағына аттанып, қарайғанда қырып салуға бекінді. Алайда, қаржысы жетпегендіктен қарусыз майданда біраз жүруіне тура келді. Мұсылманның қаны деді, Кағбадан да қымбат деді, пайғамбар алейхиссалату вассалам. Қарашы, Меккеге қаншама миллиондаған адам мұсылмандар жиналады. Кім өз жерде намаз оқыса, бір намазы 100 000 намазың сауабына тең да. Ал мұсылманның бір тамшы қаны дейді, осы Қағбадан да қымбат деді. Сирияда бірнеше күн болған Бақытжанның көкейінде сенімнен қарағанда күмән мен күдік басым бола бастайды. Қан майданға аттанбас бұрын Әбу Банат есімді жамағат басшысымен тілдесіп, мәселенің мән-жайын ашып алмақ болған жерлесіміздің оған деген көзқарасы өзгеріп шыға келеді. Әлгі адам оған дәріс бергендерді кәпірге шығарып, бәрін 200-ді деп айыптайды. Ол кісі айтты, мысалы, Ринатты деді, кәфір деді ол кісі. Кім кәфір демесе, ол да кәфір деді. Дарынды мұнафиқ ол деді. 6-шы күні ма, 5-ші күні ма Абу Банат айтты. Әл-Бағдади деген келеді деді. Аль-Каиданың адамы ма, сондай екен ол. Кейінен білдім ол сияқтан. Сол келеді деді, сол біздің әміріміз болады, соған байғат береміз деді, присяга береміз деді. Кім оған байғат присяга беріп болған соң, қарсы шық не алатын болса, оны жазылаймыз деді. Не өмір, не өлім. Бақытжанның алдында үлкен таңдау тұрды. Кім үшін, не үшін соқсамын деген сауал санасын сан-саққа жүгіртті. Қалған жағдайда біреулердің қолшоқпарына айналып кететінін, ұстанымын өзгертсе әлгілердің құрбанына айналатынын сезді. Сонан мен ашық айттым ол кісіге, мен кетем дедім. Мен қазір ойлаймын, енді ол Аллахтың қалауымен мені басқа жамағатқа кетеді деп ойлап қалдау деп ойлаймын да мен қазір. Әйеліне хабарласып, жолға ақша салып жіберуін сұраған ол, Стамбул арқылы Қазақстанға аттанып кетеді. Шам еліндегі жамағат жихад емес, саясаттың құрбанына айналып кетіп жатқанына осы кезде толық көзі жетеді. Жихадтың шарттары болады. Ол шарттардың біреуіне сәйкес келмейді ол жердегілер. Одан кейін ол жерде мен өзім жеке мінейім, өзім көзіммен көрдім, орадағылар шахматтағы сияқты, мысалы, үлкен яқтағы нелердің құрал болып отыр деп ойлаймын адамдардың. Ол жердегі бауырлар ол шариғат ілімі былай тұрсын, Фатиха сүресін жөндеп оқи алмайды мен көрген балалар. Ол қалай ол жихад айтады біреуге, істей алады жихад. Елге оралған азамат өзін адастырған ағымнан толық арыла қоймайды. Сириядан сабақ алғанымен айналасын кәпір санауды доғармады. Бір сөзбен айтқанда, дәстүрлі дінге жолағысы келмеді. Бір адамға кәпір деп айтсаң, егер ол дұрыс айтылмаған болса, айтқан адамның өзіне ол сөз оралады деген. Кәпір деген сөз Аллаға қарсы келу, Алланы мойындамау, Аллаға тікелей қарсы келу. Ал біздің елімізде, жалпы дінімізде, шариғатымызда, пайғамбарымыз хадистерінде кімде-кім ла иляха иллаллах деп айтса, яғни Алла бір, Алла жалғыз деп айтса, оны кәпір деуге болмайды. Қолмен істегенді мойынмен көтеру керек. 2013 жылы Сирия мемлекетінде қарулы жихадқа барып, Абу Банат террорлық тобының құрамында болған Бақытжан көп ұзамай құқық қорғау органдарының қолына түсіп, жауапқа тартылды. Оңтүстік Қазақстан облысы Әл-Фараби аудандық соты оны Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 233 бабының 2 бөлімі бойынша, яғни террористік топтың қызметіне қатысқаны үшін кінәлі деп тауып, оның мүлкін тәркілеп, 6 жылға бас бостандығынан айырды. Пайғамбарымыз саллаллаху тіптен хадистері бар, ата-анасының разылығын алмаған бала жәннатқа кірмейді дейді. Тіптен пайғамбарымыз саллаллаху хадисінде бар, жәннат пен тозақтың ортасында Араф деген орын бар. Осындай адамдар Араф деген орында қалып қояды. Өз отанын қорғау соғыстары болған жағдайдың өзінде. Ислам ғұламалары егер мемлекетке бейбіт елге қауіп төнген жағдайда жихад жариялауға болатынын айтады. Бірақ оның өзі тек билік басшысының рұқсатымен ғана жүзеге асуы тиіс. Ал жалпы жихад ұғымы соғыс емес, белгілі бір мақсатқа жету, жанмен, нәпсімен күресу деген мағынаны білдіреді.
Бір кездері бұл ұғымды теріс түсінген жігіттің қазір көз ашылды, көкірегі оянды. Намаз оқитын адам мұсылман ба, мұсылман емес па деген нәрсеге ол жерде мысалы шариғатта 4 мазхаб бар. 4 мазхабтың мысалы айтатын болсам, 3-еуі мұсылман деп айтады. Имам Ханафи айтады, намаз оқымайтын адам, намаздың фарыздығын мойындап, бірақ жалқаулықпен оқымайтын адам, ол мұсылман дейді. Имам Шафи, Малик те соны айтады. Ахмад ибн Хамбалдың 2 версия келген, біреуінде кәфір деген, бірақ біреуінде мұсылман деген. Соңғы айтқан версиясы ол да мұсылман деген. Енді біз дәлелге сүйенетін болсақ, біз болардан асқан ғұлама емеспіз. Кім егер өзін мысалы мұсылманмын деп санайды, намазын жалқаулықпен оқымаса, біз оны мұсылман деп қабылдаймыз. Оның оқымай жатқан намазын Аллаға тапсырамыз, өзі Алла қолына жауап береді. Соқыр сенімнің жетегінде кеткен жігіт өзіне кесілген жазасын өтеуде. Бірақ ол үшін бұл уақыт бос кетіп жатқан жоқ. Діндарлардың көмегімен исламның бейбіт дін екеніне көзі жетті. Мұсылманда кәпірге шығару күнә екенін көкейге түйді. Шариғатта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан, басшыларың қара құл, шашы бұйра қара құл болса, оған бағыныңдар деген. Ұрып малдарыңды тартып алса да оған бағыныңдар деген. Осы хадис бар. Одан кейін айтарым соқыр еріп, араб деп, арабтардың айтқанын істеп кетпеңіздер, өйткені бұл дін арабқа ғана түскен жоқ, бүкіл әлемге түсті, барша адамдарға түсті. Және Аллах Тағала айтқан Құранда, сендердің арабтан араб еместен айырмашылықтарың жоқ. Аллахтың алдында құрметтілерің ол тақуаларың деп айтқан. Бұл жерде біз Аллахтың алдында дәрежеміз тек қана біліммен, сол білімге амал істеумен ғана анықталады. Бақытжан дер кезінде шешім қабылдап үлгерді. Олай болмағанда, өзгелер сында ислам атын жамылған топтардың құрбанына айналып кетуі мүмкін еді. Діннің қайнар бастауына қайта оралған азамат үшін бастысы басының бостандығы емес, амандығы маңызды. Бізге мемлекет, елбасымыз намаз оқуымызға, бір Аллаға құлшылық етуімізге, ораза ұстауымызға, қажылық жасауымызға, зекет беруімізге бізге тыйым салып отқан жоқ. Бұған рұқсат беріп отыр. Қайта елбасымыз қанша мешіттер салуына, қанша медреселер ашылуына, қандай жақсы нәрсе исламға пайдасын тигізуіне себеп болып отыр. Бұл уже елбасымыздың мұсылман екеніне және оның дінге деген көзқарасының дұрыс екеніне нақты дәлел болады. Бақытжан бір кездері діндарлар түгілі туған анасына бағынуды қойғаны. Араға уақыт салып, жұмақтың кілті жат елде емес, анасының табанының астында екенін түсінді. Ол кезде ата-анаң кәфір, мұсылман емес деген сияқты, оған дұрыс емес қарау, оған сыйлама, ондай менде болды, мен мойындаймын. Бірақ қалай осы немнен қайттым, барлық нәрсе негізі ақиқатында ақидаға, мысалы, сенімге келіп тіреледі екен. Сенім, бұрынғы сенімнен қайттым, ол сразу анама деген махаббатым, оған деген қамқорлығым 100% өзгерді десем болады. Анам айтса, маған бірінші тұрады анам айтқан. Бақытжанның айтуынша, Сирияға барған қазақстандықтардың көбі онда ешқандай жихадтың жоқтығын түсінді. Бірақ көбі заң орындарынан қорқып, қайта оралғылары келмеген. Оның үстіне райынан қайтқандарды ол жақтағылар жазасыз қалдырмайды екен. Алланың қолында ғой, Алла жәннатта етен ба, тозақ етен ба, бір Алланың қолында ғой. Ол жәннатта боламыз деп барады екен сояқа, мен естуім. Ол дұрыс емес, ол бір Аллаға сенген адам ойға бармайды, ол бір Аллаға сенбегеннен кейін барып отыр ойға. Айналайын жастар, ата-аналар, егер мына балдарыңыздың бір оғаш қылығын байқасаңыздар, теріс жолға түсіп жүрген байқасаңыздар, ол жолдан қайтаруға тырысыңыздар. Мен аналық жанашыр тілегім, ол жақтан ешқандай пайда жоқ. Егер шын ер азамат болсаңыздар, отандарына қызмет етсін балдарыңыз. Біздің ел сияқты бейбітшілік, тоқшылық, молшылық жаман жоқ еш жерде. Дін істері комитетінің мәліметі бойынша кешенді іс-шаралардың нәтижесінде радикалды бағытты ұстанған 800-ге жуық жерлесіміз дәстүрлі дінге қайта бет бұрған. Олардың көбі сан түрлі ағымдардың жетегінде кетіп, жазасын өтеп жатқандар. Ең бірінші дінде осы дұрыс емес сенімде болғаным үшін өкініш бар. Одан кейін елімді сатып кеткен үшін өкініш бар. Семьямды, жанұямды сатып кеткен үшін өкініш бар. Шынайы өкінемін оған, Аллах куә. Қазірде қатесін түсініп, өзегін өкініш өртеген жігіттің ендігі мақсаты өзіне кесілген жазаны өтеп, еліне, отанына, отбасына қызмет ету. Оның ойынша, екі дүниенің бақытын, көгін қара бұлт торлаған қиырдағы елден емес, аспаны бейбіт өз еліңнен іздеу керек.